Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі менің менюімда осындай мак қосылған булочки пісірудің рецептісімен сізбен бөлісетін боламын. Өте дәмді және жылдам дайын болатын булочки. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Таңертең шайға жылдамдатып дайындап жіберсеңіз, бір 30-40 минутта дайын болатын нәрсе. Өте дәмді болып шығады. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл булочки дайындау үшін мен 250 грамм сүтке 1 шай қасық дрожж, 1 ас қасық шекер, 1 жұмыртқа және де 40 грамм сұйық майды қосып, үстіне 400-450 грамм ұн салып, қамырымды елейтін боламын. Қамыр өте жұмсақ болу керек, тым қатты болып кетпеу керек. Сосын бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямын. Мінекей, мен қамырым көтерілді. Енді осы қамырды алып, екі бөлікке бөлемін. Екі бөлікке бөліп, жайып, булочкимді дайындайтын боламын. Достар, комментарий бөлімінде өзіңіздің ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Және де болашақта менен қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып қойсаңыз. Мінекей, осылай жайып аламын да, бетіне мендегі тұшытылған сары майды жағып, оның үстіне шекер, оның үстіне макты сеуіп, булочкимді осылай орап, видеода осы көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, булочкаларыңыз өте керемет болып шығады. Осылай бөлікке бөліп кесіп аламын да, енді булочканың формасын келтіріп, әдемілеп түйіп дайындап алатын боламын. Противенге пергамент қағазын төсеп, сол қағаздың үстіне қоямын. Қамырдың екінші бөлігінде дәл солай жасаймын. Жаңағы шекер, мак сеуіп, бөліктерге бөліп, мінекей, мен булочкам дайын болды. Енді бұның бетін жауып, жылы жерге шамамен 30-40 минутқа қойып қоямын, сәл көтерілгенше. Сосын бетіне жұмыртқаны жағып, духовкада 200 градуста 30 минут пісіріп аламын. Мінекей, мен булочкаларым дайын болды, өте керемет. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер. Енді бұл дайын болған булочканың бетіне мен пищевой гель жақтым. Егер де пищевой гель болмаса, сахарный пудра, не болмаса, жаңағы сгущенка жағып қойсаңыздар да болады. Өте керемет дәмді болып шығады екен. Осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Өте қарапайым рецепт. Бұл булочкиді пісіру барлық адамның қолынан келеді. Себебі рецептісі қиын емес, өте қарапайым. Жасалу жолы да оңай. Осылай дайындап көріңіз. Сау саламатта болыңыз.